Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты да сұлу, ақылды, парасатты тыңдармандар. Мен сіздермен Шынар Әбілда аудармаларымен қабыл алыңыздар. Энергия алмасу принциптері. Адам бойындағы қуат үнемі қозғалыста болады. Адам болған соң әрдайым өзге адамдармен энергия алмасып тұруға мәжбүрміз. Бірде аламыз, бірде береміз. Бұл заңдылықтың бірінші принципі әр нәрсенің өз теңгерімі болуы тиіс. Бір жағынан шығын шықса, басқа жағынан олжа келеді. Біреуге бергеніңіз басқа жағынан екі есе боп қайтады. Егер жағымсыз ойға көп беріліп, өмірге шағымдана берсеңіз, соның бәрі алдыңыздан сөзіңіздің дәлелі ретінде жағымсыз оқиға боп шығады. Егер қазіргі таңда қолда барға алғыс айтсаңыз, ғалам сіздің игілігіңізді еселей бермек. Күш қуатыңыз артып, қуаныш жақсылығыңыз көбейеді. Өмір көрсеткендей, бұл теңгерімді әркім орынды қолдана бермейді. Кей адам көп беріп, есесіне дым алмайды. Себебі алуды білмейді. Басқа біреулер көп алып, аз береді. Екінші принцип. Ештеңені жайдан жай алмаңыз. Тектен тек бермеңіз. Егер бірдеңе алып, есесіне алғыс айтсаңыз, ақшалай қайтарым жасамасаңыз, онда келешекте табысыңыз азайып, не шығынға ұшырайсыз. Егер қызмет көрсетсеңіз, күш қуатыңызды сарп етіп, барыңызды салдыңыз делік, бірақ есесіне рахмет айтқысы келген адамға оқасы жоқ. Түк керек емес десеңіз, еңбегіңізді, болмысыңызды құнсыздандырған болып шығасыз. Соның кесірінен көп дүниеден айырыласыз. Денсаулық нашарлап, табыс азайып, құлазу пайда болады. Жоқ деумен өз-өзіңізді тонаған боласыз. Ғаламға менің еңбегім бағалауға лайық емес деген белгі бересіз. Бұлайша уақытыңыз бен есіл еңбегіңізді құнсыздандырмаңыз. Автор Аглая Датешидзе. Аударған Шынар Әбілда, оқыған мен.